Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін біз редиск салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пекин орам жапырағының бір тілімін алып, жіңішке етіп торап шығамыз. Турап болғаннан кейін оны ыдысымызға салып қоямыз. Енді бір редискімізді алып, ортасынан бөліп, бұны да кішкене жіңішке дөңгелекше етіп турап шығамыз. Турап болғаннан кейін ыдысымызға салып қоямыз. Енді бір қиярды алып, ортасынан бөлінгенді тағы да кішкене қиғаш төртбұрышты қылып турап, ыдысымызға салып қоямыз. Тұтас қызанақты екі бөлікшеге бөліп, оларды да кішкене бөлікшелерге бөліп, ортасынан бөліп, ыдысқа салып қоямыз. Енді зәйтүн майын құйып, кішкене тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Кішкене сухари салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне редиска салатымыз дайын болды. Бұл салат денсаулығыңызды көтеріп, және де кешкі асқа да, жақындарыңызды қуантуыңызға да мол үлесін тигізеді, және де кішкене қонақтықтарға да дайындап беруіңізге болады. Егер салат ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.